Қанша уақыт оқыдың? Мен де осы ұмытып қалдым. Мен уже қанша бір жыл оқыдық қой біз екеуміз бірге. Күзде бастадық, аяқтадық, шамасы март-апрельдегі қойдық, сондай қойдық. Иә, примерно бір жылдай оқыды, академический. Иә, сондай уақыт. Енді ол кезде менің деңгейім төмендеу бәрі де біз жалпы жай дамытуға ғой, сондай деңгей, сондай мақсатта қарадық қой. IELTS-қа ондайға емес. Жай ағылшын оқыдық просто. Так, сосын сен алдында work and travelға кетіп қалдың. Иә, work and travelда болып келдім. Подожди. Енді сұрақ. Сен бұған өте әділ жауап бере берсең болады. Сен work and travelға кеткеніңде бірінші кетеріңе көмегім тиді ма? Сосын барғаныңда сол жаққа. Ол ағылшынымыздан пайдасы болды ма? Болды. Біріншіден сенен алған кеңестер ол көбіне қайда жүргенде де тыңдай беру. Мысалы тіл болсын, одан кейін басқа да жалпы өзіңе ұнайтын деген сияқты нәрселерді тыңдай беру. Интервьюға сондай көбіне саясаткерлерге қатысты нәрселерді көп тыңдап жүрдім. Сол әйтеуір құлағыма соға қойған, тыңдауды үзбеу керек. Вот осы үлкен плюс болды, оны ашық айтамын. Ол барғанға дейін де көп көмегі жарады, и барғаннан соң да әрине көмектесті. Сен Америкаға бардың, сенің деңгейің сол кезде, бір ұқпаған, білмеген кездерің болған шығар, қалай болды жалпы? Болды. Біріншіден особенно мына кезде мен қатты қиналдым. Енді біз мысалы мен Нью-Йоркқа бардым ғой, ұшып, бұл жағынан қиналған жоқ. Одан кейін Хьюстонға шықтым, мен өзі Техаста болдым. Сол кезде енді жүріс-тұрысқа қиналған жоқпын. Ана жерді тауып алу, ананы бүйту, ол жағынан қиналған жоқпын. Енді оған қатты да бір қиналудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ал ресторанда мен жұмыс жасадым ғой, вот сол кезде қиналдым. Неге? Өйткені мен жұмыс процесіне кіргендіктен ана қара нәсілді де біреу болады. Мысалы, иә, шын ғой енді. Мен бір нәсілден шектеп жатқан жоқ. Жалпы басқа да әртүрлі акценттегі де адамдар болсын, колумбинстер, маған өте қиын болды. Сосын мен өмір өз ресторанды істеп көрмегенмін, Қазақстанның да болсын. Көп нәрсені түсінбей қиналдым. Әжептеуір қиналдым, ана болшықтардың арын жаттаудан да болсын. Жалпы бірдеңкені айта қалған кезде қатты қиналдым. Мен үйрендім, намыстанбысың ғой, үйренесің, ол барғаннан кейін артқа қайтатын жол жоқ. Қиналсам. Сосын күнделікті істеп, жаңағы ана заттың енді бір база ғой, ол да бір күнделікті қайталана береді, шаблон ғой. Соны үйреніп алдым, одан кейін қиналған жоқпын.